айтып қалды да, сөйлесіп жатқан кезде сурет салып отырмын деді. Опа, значит, сурет салады екен ғой бұл кісі дедім да. Онда демалыста ештеңе пландама дедім. Бірден сондай живопись бар бізде қалада, жақсы өзінде. Болып баратын жер ғой. Сол жаққа жазып қойдым, осылай дедім. Бардық. Бұл кісі де сондай. Мен бірақ бұл кісі сәл андай, мен тез салып тастадым бірақ ше. Кім? Аделя сәл енді баяу ғой өзі, баяу қимылдайды енді. Мен сәл шапшаңдаумын деп ойлаймын енді. Сосын бірақ мен андай жүрек салдым короче. Бұлт бар, жүрек ортада. Асты орман сияқты короче сондай. Күшті да бірақ андай жауын жауып тұрады шеттерінен. Ал бұл кісі балық салды, 2 балық. Ол балық, короче, біреу аттар кім? Инь-янь. Инь-янь дейді мысалға, сондай балықтар салды. Күшті болды я енді. Жоқ енді Балауса ханым ол балықтар андай ғой, бүйтіп кружок болып тұрады да, қара мен ақ бар ғой. Япондарда инь-янь дейді, короче, қара мен ақ та. Бұл кісі қара, мен қара екен ғой. Мен қарасымын енді, бұл кісі ақ, енді қара торы қызбын ғой. Енді екеуміздің арамыздағы гармония деп түсіндім психологический жағынан. Бір-бірімізді түсінуіміз, сол судың астындағы. Бұл кісінің суретін қалай бағалайсыз? Бұл кісінің суретін енді жүрек салды да, жүрегі кең екен дедім. Ал қызыл, үлкен, енді ашық аспанда. Бірақ астында жасыл шөптерді орман деп өзі түсіндіріп жатыр, түсінген жоқпын. Өзі үшін орман, сіз үшін шөптер болып тұр ғой. Сол нәрселер. Бірақ екеуіңіз негізі, сурет мына жерге барып тұру керек екен.